É muito tempo de resiliência. Ассалаумағалейкум жігіттер, сендермен бірге әдеттегідей мен Мансұр. Бүгінгі видео тақырыбына немесе біреуден көргендерінде біз бүгін қазақ блогері Олжасханның машинасымен қоған қарсы ойнаған бір Porsche 911 мен жарысты Black Rush'да қайталайтын боламыз. Ал болса біз көп созбай видеоны бастай берейік. Видео бастамастан бұрын сендер менің каналыма тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Және де бір керемет бір комментарий жазып кетіңдер, бір адамды таңдап алып, келесі видеода соған ақшалай сыйлық ойнататын боламын. Ал олай болса біз машиналарды сатып алып тюнингтауға кеттік. Өздерің білетіндей Олжасханның машинасы E63, яғни міне Донаттан E63 тауып алдық. Және де өздерің тағы да білетіндей оның светі бізде оранжевый. Неқта бізде бұйықта оранжевый свет жоқ екен. Давайте онда сары светті алып, қазір Сталик центрге барып, соның светін бұлай оранжевый қылатын боламыз. Онда осыны давайте сатып ала салайық, бізде басқа вариант жоқ. Бізде екінші көлік Porsche 911, яғни қазақтың бір бизнесмен бала бар екен, еркеш деген соның машинасы. Оның свет машинасы сәл қаралау или там серілау болады, но давайте дәл осындай свет бізге келеді деген ойдамын. 4500 плойкоин, все, екі машинаны да біз сатып алдық. Олай болса бірінші Олжасханның машинасын тюнингтауға кеттік. Все, жігіттер, мені Олжасханның машинасы. Олжасханның машинасы туралы, яғни E63 көлігі туралы не айта аламын? Вроде нормально жүріп қояды. Рыногның бағасын точносын білмейді екенмін, но вроде высокий класста нормально да тұрады еще. Давайте ең бірінші біз әрине всегда не аламыз? Біз ең бірінші сол блогерлердің номерін аламыз. Номерін авто дегенге кіреміз. Олжасханның машинасының номері бізде 999 хан 14. Давайте 14-ші регион бізде вроде Павлодар ғой деймін, но вот бізде қанша блоккоин дейін. В общем, нантты сатып алдық. Енді давайте тағып қойайық. Все, тағып қойдық. Сәл-пәл болсын біздің ешкамызға кішкене болсын вид кіріп қалған сияқты. Ең бірінші әрине біз технический центрға келіп оның скорсын жөндейтін боламыз, яғни максималкасын барлық прошивкаға спорт плюс қоямыз. Қазір Porsche-ға да сондай қоямыз. Но мен өздерім білетіндей лаунч контроль қоймаймын, яғни тек қана Nitro 10X-ті қоямын и все. Мен наяқта двигатель бәріне спорт плюс қоямыз. И соңғы деталі бізде нагнетатель ма, бір бәле, общем тоже спорт плюс қоямыз. Но мынадан обнованы көрген шығарсыңдар, но бізге бұлар антирадар дегендер вообще керек емес. Launch контроль тоже керек емес, Nitro 10X и все. Енді Porsche-ға да дәл осылай қоямыз. Но қазір мен бұның светін ауыстырғым келіп тұр, яғни сәл оранжевый қылғым келіп тұр. Оранжевый свет қылу үшін бізде что-то қатты қара екен. Так, оранжевый. Примерно қазір мен Олжасхан машинасының светін көріп отырмын шын өмірде. Вроде осындай болып қалады, яғни қатты оранжевый емес, но сәл оранжевыйлау ма или жоқ. Керісінше, то есть слишком оранжевый, ашық оранжевый емес деген ғой. Енді бұның дискісін ақ свет қылып қойық. И все, вроде Олжасханның машинасына прям ұқсаған секілді. Винил қоймаймыз, но оның капоты мен арт жағында винил бар екен, яғни, но Black Rush'да ондай винил бізде қойылмайды. И тонировканы, конечно, 0% алдын артын полностью қойып тастайтын боламыз. Чтобы вид кіру үшін. Оппана, все, Сталиктен де шықтық. Олжасханның машинасы гонкаға полностью дайын. Енді давайте бағанағы еркеш деген бизнесменнің машинасын жасайтын боламыз. Алдарында сендердің Porsche 911. Енді давайте еркештің де ең бірінші әрине не аламыз? Нызысын аламыз, яғни номерін. Бұны да бұлай машинасында вид бар негізі. Но өмірде бізде, яғни өздерім көргендеріндей, видеодан көргендеріндей еркештің машинасы алып қойды. Но Black Rush'да білмеймін қандай болатын. 911 EE 07-ші регион. 07-ші регион қаяқ екен білмеймін. Если білсеңдер, комментарийға обязательно жазып кетіңдер. И все, бізде наяқта номерін тоже алдық та. Енді давайте тоже тағып алайық Porsche-ға, чтобы кішкене осын вид кіру үшін. Номер негізі full болады, әдемі болып тұр, Porsche-ға да полный спорт плюс қойып тастадық, яғни бүкіл 5 детальға да и тонировкасын да қойып тастадық, сәл болсын видін өзгерттік. Енді екі машинада гонкаға дайын. Гонка басталмастан бұрын сендер комментарийға жазып кетіңдер, қайсысы машина ұтатын. И менің телеграм каналға өтіп, сояққа тоже тіркеліп кетсеңдер болады. Комментарийға сосын жазып кетіңдерші, пожалуйста, келесіде қандай видеоны жасайын, қандай блогердің машинасын мен жасайын. Қандай идея жасайын, соны жазып кетіңдер. Кімдікі жақсы идея болады, соны таңдап соған видео істейтін боламын. Ал болса біз гонкаға кеттік. Гонка бастамастан бұрын сендерге правиланы үйретіп кетейін. Бізде бірінші заезде нитросыз кәдімгідей скорспен, яғни тек қана газбен жарысатын боламыз. Екінші және де үшінші заездерде нитро 10X-пен, яғни сол екі гонка нитромен болады, ал бір гонка нитросыз болады. Ал лаунч контроль біз өздерін білетіндей қойған жоқпыз. Ал болса, давайте жарысты бастай берейік.
Өздерің көргендеріндей 3 сайысыде бізде Олжасханның ешкасы алып қойды. Яғни 3-0 бірінші раундта да просто газбен де алып қойды, но там почти спорный болды. Ал екінші заезде нитромен алды, и үшінші заезде тоже нитромен бізде Олжасханның машинасы полный гонкада победамен алды десек те болады. Ал болса жігіттер, бізден осымен видеоны аяқтаймыз. Давайте комментария жазып кетіңдер, видео қалай шыққанын. Ал всем удачи, давайте.